Сәлеметсіздер ме? Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданы, Шалқар қаласы Бәйтерек бөбекжай бақшасында музыка жетекшісі Қоспармақова Жаңылған Карбозқызы. Ертегі және музыкалық шулы аспаптар тақырыбында педагогикалық идеялар панорамасы республикалық конкурсына сіздермен өз іс тәжірибемнен тиімді нұсқамен бөлісіп, қолдану тәсілдерімен таныстырғым келіп тұр. Мария Монтессоридің педагогикалық әдістемесінің жарқын мысалы бизиборд, баланы дамытудың ерекше құралын мен музыкалық аспаптар шеберханасынан тиімді нұсқа ретінде бала қолының ұсақ моторикасын, зейін логикасын, музыкалық қабілеттерін дамыту, төзімділігінің қалыптасуына ықпал етуге әсері бар шағын музыкалық бизиборд тақтайша моделін құрастыруымды ұсынамын. Шағын музыкалық бизиборд тақтайша қарап шықсақ, қоңырау, сылдырмақ, салпыншақ, шулы дыбыстар жиынтығы, олар сілкіп, шайқап ойналады. Металлофон дыбыс қатары бар ұрмалы, яғни ұры ойнайтын аспап. Жас ерекшелігіне қарай ырғақтың қиындығына байланысты глиссанды техникалық ойнау әдісінен бірте-бірте дыбыс қатарын тануға, ажыратуға баулиды. Күн шашақтарынан моншақ тастарды перкуссия ұрып тықылдатып көру, одан шыққан дыбысты аңғару. Әрине, басқа да музыкалық аспаптармен толықтыруға, өзгертуге болады. Мен сіздерге шулы аспаптардан жасалған музыкалық бизиборд нұсқасын қолдану тәсілдерінің бірі ойын варианты, тапқыр қоян және құмырсқа мен көгершін ертегілер желісін ортаңғы топ балаларының орындауында ұсынамын. Ерте жастағы балаларды дамытуда қолайлы ойын варианты музыкалық қабілеттерін, шығармашылығын арттырып, эстетикалық талғамын, эмоционалды сезімін тәрбиелейді. Тапқыр қоян ертегісі. Аң патшасы арыстан аңдар арасында бәйге ұйымдастырыпты. Бәйгенің шарты жеңімпаз қазанды қайнап тұрған суды ішу керек екен. Қоңырау, қоңырау. Қоңырау. Бәйгеге қатысы келген аңдар бірінен соң бірі келгенмен қайнап тұрған суды көргенде батылдары су сепкенде басылады. Бір уақытта қоян келеді. Перкуссия. Қоян келеді. Қайнап тұрған суды көтеріп, мен ыстық қайнап тұрған суды ішкенді жақсы көремін деп айналасына қарайды. Металлофон. Аң-таң болған аңдар іше ғой онда дейді. Қоян қас-қатар болып тізіліп тұрған аңдардың алдымен жағада жүріп, достарым, мінекей мынау ыстық су, дұрыстап қарап алыңдар деп әрқайсысына жеке-жеке көрсетіп шығады. Қоңырау. Қоңырау, иә. Енді металлофон. Перкуссия. Осылай әр аңға көрсетіп шыққанша қазандағы қайнаған су суып қалады. Осыны пайдаланып қоян суды басынан бірақ көтеріп қылқытып салады. Аңдар өз көздеріне өздері сенбей таңғалысады. Бұл бен. Алданған аңқау арыстан сөзіне тұрып, міне нағыз ер деп қоянды мақтап, уәде еткен сыйлықтарын бергізеді. Қоңырау, қоңырау, қоңырау. Қоңырау. Жарайсыңдар балалар. Бастайық ертегі. Құмырсқа мен көгершін. Бір күні құмырсқа шөлдеп су ішуге өзенге түсті. Перкуссия. Оны толқын соғып, суға кетіп қала жаздады. Қоңырау. Сол мезгілде аузына тістеген бұтағы бар бір көгершін суға кетіп бара жатқан құмырсқаны көріп, бұтағын оның үстіне тастай берді. Маракас. Білеміз. Жоқ, маракас. Тұрс. Маракас.
құмырсқа бұтаққа жармасып толқынмен судың шетіне шығып ажалдан құтылды. Металлофон. Металлофон білеміз. Дар металлофон көрсем. Металлофон. Тағы бір күн манағы көгершін өзеннің жағасына қонып, бір аңшының құс аулауға құрып қойған ауының астына бидайды теріп жей бастады. Торғай, бәрін ұрамыз, ұрып ойнап көрсеңіз. Аңшы ауды басып қалып, көгершінді ұстап алуға даярланып тұрған құмырсқа көріп, өрмелеп барып, аңшының аяғын шағып алды. Қоңырау. Шағып алды. Аңшыны ауды қоя бергенде көгершін көтеріп, ұшып кетті. Металлофон. Металлофон. Балалар, жақсылыққа жақсылық деген осы. Жақсы?